адамдар өзінің уын, токсичностін қай кезде сіздерге көрсетеді. Сіздің қандай да бір денеңізге, сіздің түріңізге, немесе тағы да басқа жеріңізге, өміріңізге тіл тигізеді. Неге? Өйткені сіздің энергетикаңыз, немесе сіздің әдемілігіңіз, денеңіз, немесе байлығыңыз, әйтеуір бір нәрсеңіз неме нәрсеге тіл тигізіп тұр, сол нәрсе ол адамның жанды жеріне тиіп тұр. Ауырып тұр, ауырып тұр. Адам ауырғаннан сондай у шығарады. Егер де сізді көріп ол адамның жаны ауырмаса, оның бір триггеріне сіз тиіп кетпесеңіз, ол жай ғана бүйтіп өткізіп жіберуші еді. Ал егер де сіз ол адам айтқандай мүсәпір, ұсқынсыз, жаман болсаңыз, ол адам біріншіден сізге мән бермеуші еді, былай өтіп, деп жүре беруші еді, деп күліп. Немесе жаны ашушы еді, сіз оның жанды жеріне тиіп тұрғаны соншалық басқа нәрсені дәлелдегісі келеді. Сіз андай әдемі емессіз, сіз сондай жамансыз бүйтіп түсіріп. Өзін жаны ауырып тұр ғой, төмен өзін санап тұр. Сізді сол төмен дәрежеге түсіргісі келіп тұр. Бірақ ол сіз емессіз, ол адам. Бұрын менде сепарация болмаған кезде мен сондай адамдардың сөзін көңіліме алып қалатын. Бірақ қазір мен ойлаймын да, мына адамның байқұстың жаны ауырып тұр. Мен сондайдан кейін наоборот самооценкам өсіп бар ғой. Мен отырып мынандай ой келді дейсіз ба? Жаңа мынандай ситуация болды. Біздің блогта бір әйелге өте қатты тиіп кетті. Кеше бір ұрыс болды, чатта. Бір әйелге қатты тиіп кетті кеше. Сосын бүгін қарасам, ол чатқа ұрса береді, қайта анандай бүйтіп. Сендер бүйтпедіңдер, сөйтпедіңдер деп тиісіп басқаларға. Сосын былай қарасам, сол адамның жаны ауырып тұр, түсініп тұрмын. Кеше оған тиіп кетті, сосын бүгін жаны ауырып тұр. Сонда түсінгенім, жаны ауырған адам ғана басқа адамдарға тиіседі. Қызық инсайт, Мен сағат 1-де ұйықтаған орнына соны ертең ерте тұру керек. Сол нәрсені ойлап отырмын.